Қазақтарға мәңгүрт сөзін бағыттаған ресейлік тележүргізуші Тина Канделакидің мақсаты не? Қатты еткен сияқты мәңгүрттік, мәңгу деген сөздер қолданған. Осы сөзімен 100% қолдаймын. Сол тарихты ұмыттық па, бізді мәңгүрт деп атағаны дұрыс. Ол үшін мен рахмет айтамын да Тинаға, соны айтқан үшін. Қазақ халқын ашуландырып жатыр. Мәңгүрт болмайық. Біз өзіміздің аттарымыздың бәрін қайтарайық. Қандай да бір саяси астар бар ма? Сендер ақпақсыңдар ма? Сендер мәңгүртсіңдер ма? Не, орысша оқи алмайсыңдар ма? Келесі проблема Қазақстан деп. Украинадан кейін. Давайте все-таки обратим внимание на то, что следующая проблема это Казахстан. Украинадан кейін Молдова мен Қазақстан нысанада тұр. Жаулап алушылық әрекетке барып қалу әбден мүмкін, мен оны ашық айтайын. Бұл солтүстік өңірде тұратын жергілікті қазақтардың пікірі. Жергілікті қазақтардың пікір. На Украину гляньте внимательно. Подумайте серьезно. Кешіріңіздер, енді артыңды қысып үндемей отыру керек. Ал жігіттер енді ауыстырыңдар жақсылап тұр. Армысыз көрермен, біз бүгін дәл қазір әлеуметтік желіде қызу талқыланып жатқан шулы тақырыпқа тоқталамыз. Өздеріңіз байқағандай, дәл қазір Инстаграмда ресейлік тележурналист, жүргізуші Тина Канделакидің Қазақстанда орыс тілін шеттету, ығыстыру жүріп жатыр. Сондай-ақ қазақтарға мәңгүрт сөзін бағыттап, мәңгүрттенудің бірнеше мысалын келтірген еді. Біз дәл осы тақырып төңірегінде арнайы қонағымызбен сұхбаттасамыз. Дәл қазір менің қасымда белгілі қоғам қайраткері Дос Көшім. Қош келдіңіз аға. Жалпы соңғы кездері әлеуметтік желіде ресейлік журналист, тележүргізушінің пікірі қызу талқыланып жатыр. Хабардарсыз ғой? Иә, естідім, көрдім, оқыдым. Енді алғашқыда Тина Канделаки алғашқы постында Қазақстанда орыс тіліне деген ығыстыру процесі жүріп жатыр деп анық айтты. Бұған қатысты сіздің пікіріңіз? Енді ол жаңалық емес қой, енді олардың баяғы Жириновский мен Лимоновтан бастап, одан кейін барып Путиннің өзі бұл жаңадан құрылған мемлекет дегенді айтып қалды, жерімізді, территориямызды біз оларға бердік деген, сыйладық деген нәрсені айтты. Одан кейін бірте-бірте не дейміз, жаңағы зерттеушілер айта бастады, депутаттар айта бастады. Енді менің ойымша не дейді, жаңағы бұқаралық ақпарат құралдарының да адамдары осыған кіріскен сияқты да. Бұл Ресейдің идеологиясы, бұл әңгіме дәл мынандай ой, мынандай пікір біздің Қазақстанды өзім отан деп танымайтын миллиондаған адамда бар десем, мен өтірік айтқан болмайсың. Олардың жүректерінде бар, олар айтып та жатыр. Сондықтан бұл жаңалық емес. Әңгіме, не дейміз, бұл мәселенің тиылмауы, бұл мәселеге біз тоқтата алмауымыз, бұл мәселені қайталауы. Былайша қонақтарда не дейді, үстімізден сөз асырып отыра бергенімізде, сол халықтың ашу-ызасына тиеді деп ойлаймын. Әйтпесе, бұған етіміз үйреніп кетті, ит үреді, керуен көшеді деп отыра беруге де болады. Енді ол кісінің екінші постында кішкене қатты еткен сияқты, мәңгүрттік, мәңгу деген сөздер қолданған мәтінінде. Бұл да енді қазақ халқын ашуландырып жатыр. Мен ойымша осы сөзімен 100% қолдаймын. Себебі шындығында да біз өзіміздің жаңағы тарихи өмірімізді, тарихи атауларымызды ұмытып қалдық та. Шындығында да неліктен біз Павлодарды Кереку қоймаймыз, неге біз Петропавлды Қызылжар демейміз. Бұл өзіміздің тарихымыз, біз сол тарихты ұмыттық па, бізді мәңгүрт деп атағаны дұрыс. Бұл біздің ашу-ызамызға түйіміз керек, біздің бұл намысымызды ояту керек қайта. Иә, біз қайтарайық өзінің тарихи атындауымыз керек. Ол үшін мен рахмет айтамын да Тинаға, соны айтқан үшін. Бірақ енді ол әрине басқа оймен айтты. Олар өздерінің Ресей басып алған уақыттарда көптеген елді мекеннің атын ауыстырды, керек десеңіздер топонимикалық аттарды ауыстырды, өзендерді, тауларды ауыстырды. Олар сол уақыттағы келгендегі атты өздерінше тарихи атау дейді. Неліктен енді оны алып тастайсыңдар, неліктен өзгертесіңдер деп. Тарих олардың келгенінен басталмайды. Тарих осыдан бір 200-300 жыл басталған жоқ. Хандықтың өзі 500 жылдай болды дейді ғой. Оның алдында қазақ халқының өмірі, тарихы бар. Сондықтан біз әрине тарихымызды ұмытпауымыз керек, тарихымыздың атауларын ұмытпауымыз керек. Себебі бұл тарихтың айнасы, ономастика дегеніміз. Демек, олардың сол кезіндегі атының қайтарылуы, мысалы егер қазіргі кездегі Астана, Нұр-Сұлтан неше түрлі ат болды ғой, енді 4 рет атын ауыстырды ма, ол кезіндегі Ақмола болған қала, Ақмоланы қайтаруымыз керек. Қызылорда ол қызыл большевиктердің қаласы емес, ол Ақмешіт болған қала. Сондықтан мен ойымша Тинаның осы айтқаны біздің ономастикалық комиссияға ой салу керек та, мәңгүрт болмайық. Біз өзіміздің аттарымыздың бәрін қайтарайық, тарихи атымызды, қазақтың халық қойған атын өзіміздің қайтаруымыз керек. Керек десеңіздер, егер бір 2-3 темір жол станциясының атын, не разъездің атын өзгерткенге аналардың шыбын жаңағы шырқырап жатса, біз Павлодар мен Петропавлдың атын өзгерген уақыттарда жарылып қалсын маған десе. Иә, ана жақта тұрған уақыттарда іштері қыжылдайды. Қазақ елінің жеке ел болғанына, олардың өзінің атауларын ауыстыра қалатынның өзіне ер тоқымдарым бауырларын алып тулап жатыр да. Сондықтан біз оларға берген жауабымыз, сол Канделакиге берген жауабымыз, басқаларға берген жауабымыз бір нәрсе болуымыз керек. Біздің ономастикалық комиссия осыған қарап Петропавл, Павлодардың атын ауыстырудан бастау керек. Бұл біздің жауабымыз. Яғни іске көшу керек. Міндетті түрде іске көшу керек. Сол уақытта олар
жаңа не дейміз, бір темір жолдың станциясының атын ұмытып қалады да. Ызаға булығама жарылып кетсін маған десе. Бұл әрбір елдің, әрбір тәуелсіз елдің өзінің саясаты, өзінің жаңағы тілдік саясаты, ономастикалық саясаты. Біз осыны жүзеге асыра алмай, бірде екі нәрсені ауыстырған уақыттарда шет жақтағылар біздің әбден қорқып үркіп қалғанымызды көргеннен кейін, соның өзіне жаңағы реніштерін айтып, бізге пұлданып деген сияқты, неліктен ауыстырасыңдар, не қылып жатсыңдар деген сияқты айтады да. Бұл біздің жасқан шақтығымыз. Бұл өзіміздің, не деймін жаңағы, бұқпантайлап, осы не болар екен деп жан-жаққа жалтақтап отырғанымыздың себебі осы. Енді бұлайда халықтың атынан тек президент сөйлейді дейді. Егер халық осында ашуланып жатқан уақыттарда президент айту керек те өзінің сөзін. Ал жігіттер, енді ауыстырыңдар жақсылап тұрып. Біз ұмытып жатырмыз да, Ресейдің өзі алғашқы 3 жылда 7 атауын өзгертті. Кезіндегі жаңағы не дейміз, Свердлов қаласы, Екатеринбург болды, Самара, Куйбышев болды дегенде Ленинградтың өзінің атын ауыстырды олар. Демек бізде жеке мемлекет есебінде өзіміздің атымызды орнына келтіруіміз керек қой. Бұл аспаннан түскен ат емес. Бұл халықтың, тарихтың қойған аты. Ол ат міндетті түрде келу керек. Сондықтан жаңағыдай не дейді, жаңағы шабаланып жатқан кәнденет жерде олардың айтқанына көңіл бөлудің қажеті жоқ. Бірақ әрине мен түсінемін. Ыза, ашу мененен әркім жазады. Одан ешнәрсе өзгермейтінін білеміз. Өзгерту бірақ нәрсе. Біз осылардың бәрін қазақша тарихи атауларын қайтару. Бұл біздің өзіміздің нақты идеологиямыз болу керек. Яғни жаңағы Тинаның мәңгүрт деген сөзін сіз екі нұсқада айтып тұрсыз. Ол кісінің айтып тұрған астарында кішкене қазаққа тіл тигізу мазақ бар сияқты, Шындығында да мазақ бар ғой, екі түрлі. Оның ойы басқаша мәңгүрт дегенде, менің ойым басқаша, бірақ шындығында да мәңгүрт деген сөзге біз ойлануымыз керек та. Шындығында да оның айтқан сөзі бізге ой салу керек. Мәңгүрт екенбіз біз. Өзіміздің атымызды қайтара алмайтын. Кеңес үкіметі кезінде 20 жылдан бастап мен сізге айтайын, 99% елді мекені аты ауысты. Бәріне коммунистік идеологияның аттары берілді, жаңағы. Қазір оны ескірген идеология атаулар дейміз ғой. Соның аттары берілді. Біз тәуелсіздік алған уақыттарда ең бірінші осыларды өзгертуіміз керек еді. Басқа елдер өзгертті. Оны кей уақыттарда десоветтендіру дейді, жаңағы советтік атауларды, советтік ескерткіштерді алып тастау. Біз осыған әлі келген жоқпыз. Әлі осыған басымыз тыққан жоқпыз. Керек десеңіздер, біз кері кетіп бартқан сияқтымыз. Біз тамаша қазақтың сөздерінің атауын өзгертуге кірістік. Мысалы, Қапшағай деген атты Қонаев деп өзгерттік. Жап жақсы жаңағы өзіміз өзгертіп жатырмыз дейсіз. Біз өзіміздің қазақша атауымызды өзгерттік. Жетігеннің атын енді Алатау деп өзгертейін деп жатырмыз. Бұл қайсасқанымыз. Сол Алатаудың атын, сол Қонаевтың атын неге жаңа Петропавл, Павлодарға, Степногорскарға неге бермейміз, Рудныйларға неге бермейміз. Біз өзіміздің атымызды өзімізді өзгертуге көштік та. Сондықтан менің ойымша топонимикада үлкен мәселе бар. Оны кім Тоқаев мырза Түркістанда айтқан осы мәселені. Арнайы ономастикаға байланысты өзінің пікірін білдірген. Бірақ билік үндемейді, билік сол күйінше қалған сияқты. Ал енді мынау ресейлік тележурналистер, медиа тұлғалардың кезек рет-ретімен осындай пікір білдіруі қандай да бір саяси астар бар ма? Биліктің ұстанымы деп ойлайсыз ба? Әрине. Себебі жаңағы бұл біздің Қазақстанға берген сыйлығымыз деген, территориямыз деген Путиннің сөзі, бұлардың бір не дейді жаңағы, бұларға бір қозғау салған сияқты да. Айтып отырмын ғой, бұлардың зерттеушілері кірісті. Бұрын ондай емес. Бұрын бір айқайшыл, бір даңғара саясаттанушылары, саясаткерлері айтатын тұғын. Қазір зерттеушілері оны бір ғылыми фактілермен дәлелдеп жатырған сияқты. Енді міне телевидение, бұқаралық ақпарат құралдарының адамдары, бұлардың сөзі миллиондаған адамдарға тарайды. Бұлар хабар жүргізеді. Бұлар адамдардың жаңағы миына тікелей идеологиялық түрде әсер ететін адамдар да кірісті. Бұны енді арнайы бір дайындалған Ресейдің мемлекеттік идеологиясы деп айтпаймын. Бұл идеология Ресейдің қазіргі кездегі империялық түрдегі жүргізіп жатқан идеологиясының біреуі. Бұл ашық айтсақ керек десеңіздер, Украинаға басқыншылық шабуыл жасағандағы сылтауларының біреуі. Сондықтан бұның астында қауіп та бар. Бұның астында бізге деген бір көрсеткен қоқан-лоққы да бар. Бұның астарында болашақ агрессияға деген бір негіз де бар. Соны алдын ала дайындап жатқан фундаменті бар. Сондықтан біз осыны ұмытпауымыз керек та. Сондықтан біз бұл жерде бұғып қалсақ, олар тоқтап қалады деп ойламаңдар. Біз егер ауыстырмаса, олар басқа нәрсе таппайды деп ойламаңдар. Ертең олар қазақ мектебі, орыс мектебі дегенді табады. Ертең олар неге ас мәзірін сендер қазақшылап жатсыңдар? Сендер ақмақсыңдар ма? Сендер мәңгүртсіңдер ма? Не, орысша оқи алмайсыңдар ма? Ас мәзірі орысша қала берсін деп ертең оны да сылтау болады. Сондықтан әңгіме бұнымен тоқтап қалмау керек. Біз қайта бұларға жауап ретінде бәрін ауыстыруға көшуіміз керек. Бұрынғы тарих атауларын беруге. Біз өзіміз көрсетуіміз керек. Жеке, тәуелсіз, егемен мемлекет екенімізді.
Аға, одан кейін мынандай видеолар шықты өткен осыдан бірнеше жыл бұрын. Ресейлік саясаттанушы келесі проблема Қазақстан деп, Украинадан кейін деген сияқты. Есіңізде шығар? Давайте все-таки обратим внимание на то, что следующая проблема — это Казахстан. Потому что там тоже могут начаться те же самые, извините, нацистские процессы сейчас на Украине. Шындығында да бұл мәселені 14 жылдан бастап мен де бірнеше рет жаздым. Шындығында да мен өз басым әлі күнге дейін ойлаймын, Украинадан кейін Молдова мен Қазақстан нысанада тұр, былайша айтқанда. Бұлардың болашақ жоспарында бар. Егер Украина шындығында да үлкен жеңіліске ұшырайтын болса, бұлар осы күйінше тоқтап қалады деп ойламаңдар. Бұлардың қазір пікірі өзгерді. Мен мысалы ойлап едім де, бүкіл елдің пікірін, миын өзгерту қиын шығар деп. Кейін ойлап қарасам, Германияның жап-жақсы дамыған, өркениетті ел ғой енді, мәдениетті, ғылыми түрдегі, соның адамдарының пікірін, бүкіл халықтың пікірін Гитлер 5 жылдың ішінде өзгертіпті. Фашистік, нацистік пікірге өзгертіпті. Путин осы 14 жылдың ішінде шындығында да Ресейдің адамдарының пікірін өзгертті. Қазір Ресейдің адамдарын біз танымаймыз. Бұл біздің ұлы көршіміз дейміз ғой. Бұл ұлы көршіміз мүлдем өзгере бастады. Бұлар баяғы империялық, не дейміз, жаулап алушылық, басқыншылық бағыттағы идеяны ұстап отыр, және оны көзге көрсетіп отыр. Өзінің көршісіне, өзінің енді діндес, тілдес, рухтас, тарихтас еліне осылай ашықтан ашық шабуыл жасаудың аяқ жағы бізге не? Олар қауіп төндірмес дейсің бе? Тіліміз басқа, дініміз басқа, мүлдем басқа біз топпыз. Сондықтан менің ойымша бұл қауіп жаңағы Канделакидің айтқан сөздерінің аяқ жағында осы қауіптің бар екенін мен жоққа шығармаймын. Бұл Қазақстанда тұратын көптеген орыс тілді азаматтардың ішінде де осы сөз бар. Оны кейбіреулер ашық айтып жүр, кейбіреулердің көкейлерінде бар. Оны жоққа шығармайық, іште жатыр. Енді 5-ші колонна дейміз, оның атын мен білмеймін қалай айтатынымызды. Оның бар екені анық. Себебі бізде осы уақытқа дейін мемлекеттік ұлттық идеология не дейміз жүргізілген жоқ. Мен мысалы былтыр Қостанайда және солтүстік Қазақстанда 40-қа жоқ кездесу өткіздім. Әрбір елді мекеннің атын ауыстыруға байланысты. Сонда Қостанайдың бір жерінде және Петропавлда мен бірінен бір айнымайтын бір сөз естідім. Адамдар орнынан тұрып айтты. Соның айтқандары бір-ақ нәрсе, бізде идеология жоқ деді. Біз әлі күнге дейін осы Киев жерінде тұрамыз. Киев бізге ұлы адам, Қазақстанмен байланыс сияқты көреміз. Біз Кенесары дегенді, Шәкәрім дегенді кешіріңіздер білмейміз. Біздің телевидениеда ондай нәрсе жоқ. Біз ол телевидениені көрмейміз деді. Бізде идеологиялық жұмыс бар ма? Мемлекеттік идеология. Біздің неге 30 жылдың ішінде біз қазақ елі болып шыққан жоқ. Біз әлі күнге дейін кеңес үкіметіндегі идеологиямен қалдық деп маған адамдар айтты. Бұл солтүстік өңірде тұратын жергілікті қазақтардың пікірі. Жергілікті қазақтардың пікірі және жай қазақ емес. Біреуінде ұмытпасам Қостанайда бір ауданның ардагерлер кеңесінің басшысы, бір үлкен апайымыз айтты. Екіншісі сол солтүстік Қазақстанда әлі есімде Киев деген елді мекендегі бір жас жігіт айтты. Осыны, аға бізде идеология жоқ қой. Сіз келіп айтып жатырсыз, мына Киевтің атын алу керек деп дәлелдеп жатырсыз. Бірақ деді, бұл мемлекеттік деңгейде жүріп жатқанын біз көріп отырған жоқпыз осы 30 жылдың ішінде дейді. Неліктен осы жерді қорғаған бір батырдың аты шықпайды? Неге оны біз білмейміз? Неге осы халық соны білмейді? Неге соның басын көтеріп ескерткіш қойып, сол арқылы кейіннен елді мекеннің атын өзгертпейді? Бізде ондай жұмыс жоқ дейді. Біз әлі күнге дейін сол Лениннің ескерткіші тұр, оны сырлап қоямыз, әктеп қоямыз, жан-жағына гүл қоямыз. Міне деді. Әлі күнге дейін актуальны. Әлі күнге дейін сол күйінше қалдық. Кеңес үкіметі бізде сол күйінше қалған сияқты деді. Демек бұл идеологияның жоқтығы. Енді аға сөзіңіз аузыңызда, мынау ресейлік депутаттар көбінесе мынау еліміздің солтүстік өңіріндегі қалаларға жиі тіл тигізеді, жерін айтады. Казахстана просто не существовало, Северный Казахстан вообще не был заселен, и так далее. Они существовали, да, они существовали гораздо южнее, и, собственно, территория Казахстана — это большой подарок со стороны России, Советского Союза, там, ну и так далее. Енді оның астарын айтып отырмын ғой, оның астарын баяғыда жаңағы Жириновский мен Лимоновтар бастап берді. Одан кейін Путиннің өзі жаңағы сыйға берген жерлеріміз деген уақытта жұрттың есінің бәріне сол түсті. Керек десең Жириновскийдің бір сөзі бар, егер маған сенбесеңдер, Қазақстанның солтүстік жағын аралап көріңдерші, бірде бір қазақ атауын табамайсыңдар дегені. Ол дұрыс. Барлығында да орыс тілді атаулардың бәрі бар да. Сондықтан бұның бәрі сол, не дейміз, жаңағы аспаннан түскен нәрсе емес, бұның бәрі көптеген жылдар бойы жүргізіліп келе жатқан идеологияның жұмысы. Олар жұмыс жүргізіп жатыр идеологиялық тұрғыда. Бұрынғы отаршылдық идеологиясымен. Біз сол отаршылдықтан айыратындай, отарсыздандыру идеологиясын мүлдем жасап жатқан жоқпыз. Өте қызық. Біз тек қана осы реніш білдірумен ғана отырмыз. Ой, анау бүйтіп айтып қой, мынау сөйтіп айтып қой. Біздің нақты жауабымыз болу керек. Біз жеке мемлекетпіз. Біздің идеологиямыз болу керек. Біз жеке мемлекетпіз. Енді солтүстік өңірдегі олқылықты толтыру үшін бірден атауларды қазақшалау жақсы процесс болар еді, иә? Тарихи атауларын қайтару деген бар. Сосын барып
ескірген идеологиялық атауларды алып тастау деген бар. Мен жаңа айттым ғой, 99% сол уақытта өзгерген. Одан кейін барып өздерінің бұрынғы тарихи атауларының белгілі дәлелдері бар, карталар бар, сол уақыттағы атаулардың бәріне жазылған. Солардың бәрін дәлелдеп отырып, ол қазақшалау деп те айтпаймын мен. Бұл тарихи атауының қайтару. Мүмкін ол жерде мүмкін бір қалмақтың аты қалған шығар, ғасырлар бойы қалған шығар. Мүмкін ол жерде шындығында да бір орыстың атауларының қалуы мүмкін әр жерде. Бұрын тарихи түрдегі дәлелді болса. Сондықтан менің ойымша бұл жерде қазақшалау деп бөлмей-ақ қояйық. Бұл қазақ елінің, қазақ тарихына қатысты атаулар деп айтайық. 2022 жылы тағы бір шоумен ресейлік тележүргізуші Тигран Кесаян. Иә. Украинадан сабақ алыңдар деп қазақтарға тағы бір бейнеүндеу жолдады. Казахи, братья, это что за неблагодарность? Ребят, вы правда решили, что Россия куда-то испарится? Я говорю свое личное мнение гражданина Российской Федерации, Тигран Эдмондович Кесаян. На Украину гляньте внимательно. Подумайте серьезно. Есіңізде шығар, иә? Иә, оны көрдім. Бұл енді тікелей не ғой жаңағы, не дейміз, қорқыту, үркіту. Көрдіңдер ма, егер біздің айтқанымыз істемесеңдер, біз де осындай жасаймыз деген. Мен тағы да қайталап айтамын да, осындай қорқыту, үркіту кезінде екі нәрсе бар. Біреуі, кешіріңіздер енді, артыңды қысып үндемей отыру керек. Не болмаса екінші соған жауап беру керек, басынан сөз асырмау керек. Қазақ еш уақытта басынан сөз асырған жоқ та. Мен оларға берген жауап, оларды боқтау емес, оларды ұрсу емес, басқа емес. Әрине, сыртқы істер министрі оларды Қазақстанға келтірмейтіндей бірдеме жасағаны дұрыс. Ол енді не дейді, мемлекеттік деңгейдегі. Бірақ негізгі жауап жаңағы мен айтқандай болатын еді. Олар айтқан уақыттарда, сендер осыған бізге жаңа не дейміз, жол көрсетіп отырсыңдар ма? Кешіріңіз, біз өзіміз елміз, өзіміздің саясатымыз, өзіміздің мақсатымыз, өзіміздің тұрақтамамыз, өзіміздің позициямыз бар. Біз осылай жасаймыз деп, қайта жаңағы жасап жатқанымызды 2 есе, 3 есе еселендіріп, одан гөрі тезірек, одан гөрі кеңірек жасауымыз керек та. Жаңа еліміздегі орыс тілді атауларды жаппай қазақшалау болмаса ескі атауларын қайтару процесі жүрсе, ресейліктердің эмоциясы қалай болады деп ойлайсыз? Өзіңіздің болжамыңыз? Жоқ, енді олар айтуын айта береді ғой, баяу анандай болды, мынандай болды деп. Бірақ енді айтып отырмын ғой, ит үрет керуен көшеді. Біз оларға жалтақтай беруді қоюымыз керек. Егер шындығында біз өзіміз жеке мемлекет екеніміз рас болса, оған жалтақтауды қоюымыз керек. Әрине, жаңағы аттарды ауыстыратын уақыттарда міндетті түрде дәлелдеу керек, міндетті түрде халыққа түсіндіру керек, жергілікті тұрғындарға түсіндіру керек, олардың бәрі түсіну керек. Бірақ көпшілігі түсініп отыр да, әңгіме бұрынғы қалып қойған кеңестік, жаңағы не дейміз, ресейлік бұрынғы отаршылдық идеологиясы қалды. Бұлар империя екені қандарында қалып қойды. Жай қарапайым азаматтардың көбісінде бар. Сол жақтағы жаңағы айтқан шығыс, солтүстік жақтағы. Олар түсіне отырады, бірақ айтады, неліктен біздер осы уақытқа келіп басып алған жеріміздің атын өзгерттік, неге бұны өзгертейін деп жатыр? Дейді да, екінші нәрсе, бұның аяқ жағы не болады? Деген нәрсе бір қорқыныш бар да. Ол қорқынышты ар жағынан отты тұтатып, отты көсеп отырған Ресейдің идеологтары бар. Оларға жұмыс істетіп қойған бүкіл телевидение бар. Біздерде соның барлығы көрініп отыр. Оларға тыйым салатын адам көріп отырған жоқпыз. Мысалы біздің бұқаралық ақпараттық кеңістігіміздің енді барлығын дерлік ресейлер жаулап алған да. Бүкіл өздерінің идеологияны тықпалап отыр. Осын талай айтты. Қазір енді қандай бір жап-жақсы жігіттер барды ғой енді парламентке. Бұрын айтып жүрген. Солар енді алғаш келгенде осындай заңды неге айтпайды жаңағы. Ресейдің ең болмаса ақпараттық кеңістігімізді, Ресейдің кеңістігінен шектеу мәселесі, ол барлық елдер жасады. Әзербайжан жасады, ол елді, Украина, ұмытпасам 2004 жылы жасады осы мәселені. Басқа елдер де жасап жатыр. Біз әлі күнге дейін отырмыз да, қақпамызды ашып қойып. Демек біздің өзімізден көп кінә бар да, біздің осындай деңгейге жеткізгеніміз, өзіміздің үнсіздігіміз, өзіміздің бұл мәселеге деген не дейді, мемлекеттік тұрғыда бір қарсылық жасамауымыз ба, үндемеген келіскеннің белгісі деген бір сөз бар ғой. Үндемегеніміз келіскеннің белгісі шығар мүмкін. Дәл қазіргі Қазақстандағы орыс тілінің деңгейі, жағдайы қалай? Жоқ, менің ойымша ешқандай қысым жоқ. Оны біздегі көптеген жағы орыс тілділерді, орыстарда ашықтан ашық айтып жатыр, ешқандай қысым көріп отырған жоқпыз. Қайта қазақ тіліне деген қысым бар шығар. Егер салыстыра қараған уақыттарда да. Біз осыдан 1,5 жыл бұрын керек десеңіздер, ас мәзірін қазақша жазу керек деген заңға өзгеріс енгізуге тура келді. Шындығында 21-ші уақытта бар. Барлық жаңағы финанстық құжаттар, техникалық құжаттар қазақ және орыс тілінде болу керек деген. 30 жыл бойы соны жүзеге асыра алмадық. 30 жыл бойы. Сөйтіп тағы да заңға кірістіріп отырмыз. Егер салыстырып қарасақ, жаңағы қолдану мәселесіне келгенде, орыс тілі әлі қазақ тілінің алдында тұр.
Ал орыстардікі тек қана әйтеуір байбалам. Олардың ойы осы деңгейді сақтап қалу. Сондықтан байбаламды көбірек салады да. Осы деңгей өзгеріске ұшырамас екен ертең. Қазақ тілі орыс тілінің деңгейіне жетпес екен деген отыр. Асып кету емес. Қазақ тілі орыс тілінің деңгейіне жетсе жағдайымыз не болады деген мәселеден қорқып отыр. Сондықтан әрине олар алдын ала байбалам салады, айқай шығарады, өтірігін айтады, шынын айтады. Сондықтан олар өздерінің алдын алу мәселесі ол. Енді осы ресейлік өкілдердің жиі осындай пікірталасынан кейін Тоқаев бір Путинмен кездесуде осы бір мәселені айтып қалды, сіздердің депутаттарыңыз біздің Қазақстанға жиі тіл тигізеді деп. Пользуясь этой трибуной, может быть, это будет не совсем уместно, но тем не менее хотел бы выразить некоторые претензии к высказываниям ряда российских депутатов. Абсолютно некорректные высказывания в адрес Казахстана. Жалпы Тоқаевтың осы Қазақ пен Ресей ынтымақтастығына қатысты ұстанымы қандай деп ойлайсыз? Мен әлі ұстанымын көріп отырған жоқпын. Тек қана жаңағы Луганск менен Донецкідегі мәселені біздер мойындамаймыз деген бір ғана сөз айтып қалды. Басқа бұл мәселеге бір көңіл бөлгенін көрген жоқпын. Бірақ әңгіме ол көңіл бөлуде міндетті емес, әңгіме оны іспен көрсету. Менің жаңағыда айтқан аномастикалық мәселе туралы Түркістанда жап-жақсы сөз айтты ғой. Енді сол сөзді іске айналдыру керек еді. Мысалы, ол Түркістандағы айтылған сөзіне 1,5 жылдай өтіп кетті. Алдыңғы жыл айтқан уақытта сол сөзден кейін әрі кетсе 3 айдың ішінде үкімет арнайы жоба жасау керек еді, мемлекеттік жоба. Сол арқылы бұрынғы тарихи атаулар және идеологиялық тұрғыдан ескерген атаулар бар ғой, жаңағы көшелеріміз бар, советский, коммунистический, Ленин, Сталин деген. Сізге өтірік маған үшін қазір Қазақстанда кем дегенде 300-ден астам Ленин көшесі бар. 300-ден астам Ленин көшесі. 30 жылдан асып кеткен тәуелсіздігімізде. Басқаларды айтпай-ақ қояйын. Осылардың бәрін арнайы жоба мененен ескі идеологиялық атаудан арылту мәселесін жасау керек еді. Ол әрі кетсе 1-2 жылдың ішінде жүзеге асу керек еді. Біз әлі қозғалған жоқпыз. Ол кісі айтты, белгілі бір екпін жасады соған, бірақ ешқандай Смайыловтың тарапынан әрекет көріп отқан жоқпын. Және парламент керек десеңіздер, осыған байланысты бір нақты және не дейміз, қатты жан-жағында бір тіреуі бар, бір заң жобасын дайындаған жоқ. Қадам жоқ. Өкінішті. Демек, заң шығарушы органда, атқарушы органда президенттің айтқан сөзіне ешқандай құлақ қойған жоқ. Айтылды, қалды. Жақсы. Аға, соңғы сұрақ. Сіздің болжамыңыз Қазақ пен орыс ынтымақтастығының келешегі жайлы? Мен ойымша, орыс пен қазақтың арасындағы ешқандай бір не дейді, келіспеушілік, немесе арасындағы кикілжіңді мен өзім көріп тұрған жоқпын. Осы уақытқа дейін бізде өкінішке орай ұйғыр жастармен арамызда, шешендерменен ара-тұра жаңағы локаль түрде дейміз ғой, сондай жергілікті жерлердегі бір қақтығыстардың болғанын білеміз біз жақсы. Тәжіктермен де болып қалды, бірақ осы уақытқа дейін мысалы орыстар мен қазақтардың арасында бірдеңе болды деген естіген жоқпын. Әңгіме Ресей мемлекетінің идеологиясы мен Ресей азаматтарыменен Қазақстанның халқының арасында бар. Осындай жаңағы түсінбеушілік те кикілжің. Ынтымақтастығы туралы айтасыз келешектегі. Былайда келешекте мен айтып отырмын ғой, мен әлі күнге дейін қауіп көремін. Ресей тарапынан әлі күнге дейін қауіп көремін. Бұл қауіпті Украинадағы соғыс онан сайын бекіте түсті менің қауіпімді. Шындығында да нақты не дейді, жаулап алушылық әрекетке барып қалу әбден мүмкін, мен оны ашық айтайын. Ондай әрекетке бару мүмкін Ресей тарапынан. Мен оны жоққа шығармаймын. Қауіп бар дейсіз ғой. Қауіп бар. Жақсы аға, рахмет. Уақыт бөлгеніңізге, сұхбат бергеніңізге. Сау болыңыз.